Осы салатты жасап, қонақтарыңызды таңғалдырыңыз. Қалай жасалуын сізден сұрайтыны сөзсіз. Ассаляму алейкум, қош келдіңіз каналыма. Бүгін осында ерекше салатты жасайық. Ең оңай, дәмі зор болып шығады. Ең біріншіден каналыма тіркеліп, лайк басып, комментария жазыңыз. Сырымызды төртпіштеп тураймыз. Содан кейін копченая грудканы төртпіштеп тураймыз. Құрамына кіретін барлық заттарды описание бөлімінде жазамын. Жүзімді алып, ортасынан бөліп, дәнектерін алып тастаймыз. Консервированный ананасты төртпіштеп турайық. Енді осының барлығын бір ыдысымызға салып, біріктіріп аламыз. Барлығы бір пропорциямен болса өте керемет болады. Сарымсақтың бір тісін алып, майда өткіштен өткіздім. Чеснокодавкадан өткізсеңіз болады. 2 ас қасық майонезді қосып, жақсылап араластырып алайық. Йогуртпен алмастыруға болады. Енді салатымыз дайын болды. Өте керемет дәмі бар салатты сіздер де жасап көріңіздер. Дастарханыңыздың сәнін келтіретіні сөзсіз. Каналыма тіркеліп, лайк басып, комментария жазуды ұмытпаңыз. Қазақ тіліндегі арнамызды YouTube каналымызда дамытайық. Осындай салаттың үйлесімділігі өте керемет болады. Міндетті түрде жасап, осы салаттың дәмін көріңіздер. Сізге қатты ұнайтынына сенемін. Каналымда өте көп рецепттер бар. Кіріп көрсеңіздер болады. Дәстүрлі дастарханмен дастарханыңызды жайнатып жүріңіз. Сіздермен бірге болған Алия. Келесі видеода аман саулықпен кездескенше.